Жамбыл ғасырлық ғұмырымызда арыны басылмаған алып жыршы. Шырайлы жырдан өшпес мұра қалдырған дүлдүл ақын Жамбыл Жабаев өзінің ғасырға жуық ғұмырында тау мен даланы жырлады. Жамбыл әрі эпик, әрі айтыс ақыны, абыз жырау әрі жауынгер жыршы. Ол шын мағынасындағы биік парасатты өнерпаз, азаматтық саяси поэзияны қалыптастырушы. Жамбылдың ұлылығы оның тек ақындық шеберлігімен ғана емес, сонымен бірге халық поэзиясының бұтақ жайған жаңа бір бәйтерегі болуымен, басқаша айтқанда халық ақындарының жасампаздық рухтағы жаңа ұлы көшін бастаған даралығымен де өлшенеді. Оның сөздері ұранға айналып, өзі халық поэзиясының атасы аталды. Жамбыл 100 жасаған адам, соның 85 жылы ақындықпен өтті. Ол әлеуметтік және жеке өміріндегі сөзінің көбін өлеңмен сөйлеген кісі деп толғаған екен даңқты жазушы Сәбит Мұқанов. Қалай десек те, Жамбыл Жабаев атамыз 2 ғасырдың жүзін көрген, 2 дәуірдің куәсі болған тұлға. Жыр алыбының жаңғырығы Жамбыл, ол өміршең. Оның аты да, жырлары да мәңгі жанымызда жаңғырып тұрмақ. Саламатсыздар ма? 1938 жылы Жамбыл ақынның 75 жылдық шығармашылық мерейтойы тойланады. Сол мерейтойға орай қазақ үкіметі Жамбыл ақынға 12 бөлмелі үйді сыйға тартады. 12 бөлменің қазіргі таңда 5 бөлмесі ескерткіш бөлме болып саналады. Жамбыл ақын өмірінің соңғы 7 жылында тұрған үйі кенже баласы Тезекбай атаның қолында тұрған болатын. Енді үйді үкімет өз қармағына алған, яғни көріп тұрғандарыңыздай жиһазбен қамтамасыз етіп берген. Жамбыл ақында жеке әдеби хатшылары болған, жеке көлік жүргізушісі, аспазшысы және жеке дәрігері болған. Барлығы осы үйде Жамбыл ақынмен тұрған болатын. 1938 жылы үй беріліп, 1946 жылы Жамбыл ақынның 100 жылдығына орай мына үйді үкімет мұражай ғып жариялаған болатын. Қазіргі таңда біз мұражайға Қазақстаннан бөлек сырт елден де келушілер көп. Мына көрші тұрған Қытай елінен, Россиядан, Кореядан көптеген туристер келіп, атаның басына құран бағыштап, музейіне, мына мұражайына келіп, көріп, тамашалап кетеді. Атамыз осы үйінің алма бағында жерленген, өзінің өсиеті болған екен. Ата бабаларын жанына емес, осы үйінің алма бағына жерлеген, қалаған. Осы үйдің артында атаның күмбезі орналасқан. Жамбыл атаның қасында композитор, отырар оркестрінің дирижері Нұрғиса Тілендиев атамыз жатыр. Ол кісінің де өсиеті сондай болған. Өмірден өткеннен кейін Жамбыл атаның қасына жерлеген, қалаған екен. Поэзия әлемдегі туған халқының мақтанышы, әлемдік деңгейдегі жыр алыбына айналды. Оның ақыл ойға, парасатқа, терең тарихқа, мөлдір сырға, нәзік сезімге, бай образға толы поэзиясы өлеңге құштар, өнер сүйер әрбір жанды сүйсінтті. Жамбыл Жабаев есімі қазақ әдебиетінде алтын әріптермен қалған ғажайып құбылыс.